финансирование 2025 жылғы көктемгі егіс және күзгі жиым-терім жұмыстарын қаржыландыру 2024 жылдың соңында басталды. Аграрлық несие корпорациясы кең дала бағдарламасы бойынша өзінің филиалдары, банктер, несие серіктестіктері және әлеуметтік кәсіпкерлер палатасы арқылы Ақмола облысына 117 миллиард теңге қаражат бөлді. Ерте қаржыландыру қожалық иелеріне көктемгі егіс жұмыстары үшін жанар-жағармай, қосалқы бөлшектер секілді қосымша материалдық заттарды тиімді бағада сатып алуға мүмкіндік береді.